Амал бар ма жаратқанның ісіне, бойсынамыз құдіретті күшіне. Дүниеден озып кеткен марқұмдар сағыныштан кіреді екен түсіңе. Өзегімнен өксік өлең төгіліп, жүрегімнен жыр боп шықты өріліп, әкеміз бен анамызды еске алсақ, қайысады қабырғамыз сөгіліп. Ортасында өмір менен өлімнің, бабалар-ай, тау мен тасқа соғылдың, ұрпақ үшін тартып талай тауқымет, жүріп өттің қилы жолын өмірдің. Солар жайлы айтылатын сыр бөлек, олар жайлы жазылатын жыр бөлек, қазыналы қариялардан естіген көкейімде сайрап жатыр мың дерек. Шыңғыстаудың бауырына қонған бабам, ел үшін қан мен тері сорғалаған, арғатамыз атақты би Бозанбай, Құнанбай мен замандас болған адам. Бозанбай парасатты би болыпты, алдынан талай жандар сый көріпті, қалайша қара қылды қақ жаруды адамдар алдына кеп үйреніпті. Бозанбайдан 8 ұл таралыпты, Мырзаханнан Ақылтай нәр алыпты, Ақылтайдан Құрмантай, одан туған Мұқатай атамызда дара мықты. Мырзахан заманында нар болыпты, басына бақ пен дәулет дәл қоныпты, данышпан Ұлабай мен Үзеңгілес еліне абыройлы жан болыпты. Мұқатай қасиетті елде туған, мыңғырған 4 түлікті белде туған, 1920-да 7-ші жыл Бақалы бұлақ деген жерде туған. Ақылтай Мырзаханның бір баласы, ол дағы азаматтың дүрдарасы, Семейде қуғын көріп атылыпты, жабылып қызылдардың кіл жаласы. Ақылтайдай дарияның арнасы біз, ешкімнен кем болмаған мал басымыз. Әшіртай, Құрмантай мен Біртай ата, Қайыртай, Қуантайдың жалғасымыз. Аталар қиын жолды өткеріпті, дұшпандар жолдарына от төгіпті, барлығын халық жауы баласы деп қысымды өкіметтен көп көріпті. Әшіртай білетұғын жұртын беске, кеңесіп Құрмантай мен бір түн кеште, 30-шы жылдары Қытай асқан, 3 жасар Мұқатай бар үркін көште. Мұқатай атамызда зерек болған, еңбекқорлық қасиеті де ерек болған, Қытайда білім алып, ел басқарып, игілі талай іске себеп болған. Әкеден көп нәрсені үйреніпті, жамандық атаулыдан жиреніпті. 27 жасында елге оралып, апамыз Мадинамен үйленіпті. Танытып махаббатқа адалдығын, көрсетпей маңайына жамандығын, Қытайда тәмамдаған Мадина қыз фельдшер акушерлік мамандығын. Алдымен Павлодарда тұрған екен, Семейдің шаһарында қылған мекен, жақсының қайда барса жаттығы жоқ, ғұмыры ғибратқа тұнған екен. Әкеміз жеңілмеген ауыр ойға, білімнің жиған терген бәрі бойда, баспасөз саласында қызмет етіп, корреспондент боп бөлінген абыройға. Ақ халатты, ақ қудай ақ мамықты, науқасқа шипа тілеп аттаныпты, анамыз әкемізге сүйеу болып, жедел жәрдем қызметін атқарыпты. Жақсылар құдай қосқан, ақ некелі, соңына өшпейтін із сап кетеді, 10 жылдан соң көшіпті Аягөзге, атанған махаббаттың пәк мекені. Әкеміз із қалдырып даласында, жұмыстың тер төккен әр саласында, аянбай анамызда қызмет қылған акушер боп Аягөз қаласында. Бір-бірін қас-қабақтан ұққан жандар, төріне қыдырдарып құт қонғандар, өсіріп 3 жыл менен 2 қызды құрметті демалысқа шыққан жандар. Еркелетіп немересін бағып кетті, шырағын ұрпақтардың жағып кетті, 80-нен асқаннан соң 90 тақап, жаратқан екеуін де алып кетті.
соңында дұға арнайтын немерелер бар бүгін, шүкір Алла, шөберелер, жалғасқан бабалардан бүгінгі ұрпақ көбейіп, өсіп-өніп көгере бер. Көрместен бабалардай қасірет шын, ұрпақтар биік шыңға асып өтсін, марқұмдардың мүбәрак рухтарына жаратқан жұмақ төрін нәсіп етсін.